Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бюджетный өте қарапайым өнімдерден дайындалатын жұмсақ әрі үлпілдек бисквитті рулет дайындаймыз. Дүкендегі рулеттен асып түспесе кем түспейді. Видеоны соңына дейін қарап бірге жасайық. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қантты салып, миксермен 2 есе ұлғайғанша араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің массамыз 2 есеге дейін үлкейді. Енді еліктен өткізілген ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды және 1 грамм осындай ванилинімізді қосып барлығын араластырып 3 бөлікке бөле отырып лопаткамен жайлап төменнен жоғарыға қарай араластырып отырамыз. Мінекей қамырымыз біртекті әдемі болып шықты. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құйып, барлық жеріне жететіндей етіп, біртекті етіп жайып шығамыз. Дайын тестімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 12-15 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің бисквитіміз пісіп шықты. Енді сулы майлығымызды жайып алып, жаңағы пісіп шыққан ыстықтай қамырымызды үстіне қойып, пергамент қағазынан алып тастаймыз. Енді сулы майлығымызбен қосып, рулет тәрізді етіп, жаймендеп орап аламыз. Кішкене уақытқа қойып аламыз. Оған дейін кремін дайындаймыз. Ол үшін сары майға және вареный сгущенкамызды қосып, барлығын екеуін жақсылап араластырып аламыз. Екеуі де бөлме температурасында болу керек. Креміміз дайын болды. Енді жаңағы орап алған қамырымызды осылай жайып, жаңа кремімізді барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Кремімізді жағып алғаннан кейін рулетімізді қайта орап, кішкене уақытқа қалдырамыз. Енді бетіне сәндік үшін әдемі етіп, осылай шоколадты ерітіп жақсаңыздар әдемі болады. Мінекей осымен біздің өте қарапайым, қолжетімді өнімдерден дайын болатын, бірақ нәтижесі керемет болып шығатын рулетіміз дайын болды. Сізде міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт сізге ұнаған болса, видеома лайк басып пікір қалдыруды және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Өзіңізді және жақыныңызды тәтті рецептпен қуанта жүріңіздер. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.